Баршаңызға сәлем, қасиетті Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Бүгін сіздермен нағыз қатпарлы өзбек самсасын дайындаймыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрахителімізді қосып араластырып аламыз. Енді жылы суымызға тұзымызды салып, осылай араластырып ұнымызға құя отырып, қолымызбен қаттылау қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырымыз осындай болып шығады. Енді бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөлген қамырымызды қайта пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымыздың бір бөлігін алып, ұн себе отырып, жұқалап етіп жайып аламыз. Мінекей қамырымыз осындай еттің қамыры сияқты жұқа болуы керек. Енді екінші бөлігінде тура осылай жайып алатын боламыз. Қамырымыздың ортасына жағу үшін осындай 82% май болуы қажет. Оны ерітіп осылай қамырымызға жайып, қолымызбен немесе осындай щеткамен жағып алсаңыздар болады. Екінші бөлігінде үстіне қабаттап, оның да үстіне дәл осылай сары майымызды ерітіп жағып шығатын боламыз. Енді қамырымызды осылай орап шығатын боламыз. Мықтылап орап алып, қайта мешокқа салып, морозильникке жарты сағатқа қойып қатыратын боламыз. Енді салмасын дайындайық. Ол үшін бізге осылай тартылған етті, кішкентай 2-3 бас пиязды осылай жұқа жіңішке етіп турап аламыз. Қалауыңызша асқабақ немесе картоп қоссаңыздар болады. Татымына қарай тұз, қара бұрыш салып, қасықпен немесе қолыңызбен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей морозиліңнен шыққан дайын қатып шыққан қамырымызды осылай ажырата отырып кесіп аламыз. Бірнеше бөлікке кесіп шығамыз. Енді біртіндеп қамырымызды алып, ортасына салмақ салмай, шеттерінен баса отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Осындай шұңғыл ыдысқа қамырымызды қойып, ортасына салмасын салып, осы мен көрсетіп отқан әдіс бойынша бүгіп алсаңыздар, самсаларыңыз әдемі болып шығады. Мінекей. Барлық қамырдарымызды осылай ұн себе отырып, жайып шығып, салмасын салып дайындап аламыз.
Енді дайын болған самсаларымызды осындай табамызға пергамент қағазын төсеп осылай орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқаны жағып, қалауыңыз бойынша осындай мак немесе күнжіттін сеуіп қойсаңыздар болады. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста ровно жарты сағат пісіріп аламыз. Мінекей біздің қатпарлы самсамыз дайын. Қараңыздаршы, қандай қытырлы қабаттар болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.